Полиана өзінің бейтаныс адамын көргенде жаңбыр жауып тұр еді, бірақ қыз оған жарқын көңіл күймен жымиды. Бүгін өте жақсы күн емес екені рас қой, деді ол. Бірақ барлық күндер осындай емес екеніне қуаныштымын. Бұл жолы бейтаныс адам бұрынғыдай ауыр күрсінбей, жай ғана қасынан өтіп кетті. Мұны естімегендіктен өзін солай ұстады деп ойлады Полианна. Келесі күні кездескенде қатты сөйлеуге тырысты. Мұнысы дұрыс болған сияқты. Оның бейтаныс танысы көзін төмен түсіріп, екі қолын беліне қайыра қойып өтті. Полианнаға айналаға бей-жай қарау мүмкін еместей көрінді. Әсіресе жарқыраған күнді, таңғы саф ауаны қалай елеусіз қалдыруға болады? Тапсырма орындау үшін таңғы астан кейін далаға шығып серуендеп қайту мүмкіндігі бары қандай жақсы. Сәлеметсіз бе, жағдайыңыз қалай? Деді ол сыңғырлаған дауыспен. Бүгінгі күн кешегіге тіпті де ұқсамайды. Мен қатты қуанып тұрмын. Сіз де қуанып тұрған шығарсыз? Оның бейтаныс танысы кенет жерге қаққан қазықтай сілейіп қозғалмай тұрып қалды. Ызалы еді. Тыңдашы сен қыз, деді ол. Бірден келісіп алайық. Есіңе сақтап ал. Маған күннің бары не, жоғы не, бәрібір. Ауа райымен айналысатын уақытым жоқ. Басқа шаруам онсыз да толып жатыр. Полианна сыпайы ғана жымиды. Иә, сэр, солай. Мен сіздің ауа райына мүлде мән бермейтініңізді көріп тұрмын. Сондықтан да сізге арнайы айтып тұрмын. Немене? Деп бір сөздің өзін әрең айтып үндемей қалды. Сэр, сол себепті сізге ауа райы туралы айтып тұрмын деймін. Сіз жарқыраған күнге қарап, айналаның қандай тамаша екенін байқасын дегенім ғой. Мұны айтсам, сіз бірден қуанып, жүзіңіз қазіргідей емес, басқа болатынын білемін. Мәссаған, деп оның бейтанысы қолын екі жаққа дәрменсіз жайды. Ол алға қарай бірнеше қадам басып барып тоқтады. Жүзі бұрынғыдай мұңды еді. Тыңдашы, сен неге өзіңнің құрдастарыңмен әңгіме айтпайсың? Қуана-қуана әңгімелесер едім, бірақ несе жақын жерде мен қатарлы бала жоқ дейді. Жарайды, ол сондай маңызды емес. Маған үлкендермен сөйлескен қызық. Өйткені әйелдер көмегі ұйымына үйреніп қалғанмын. Әйелдер көмегі? Сен не, мені соларға ұқсайды деп есептейсің бе? Оның бейтанысының ерінде жымию сияқты бір ұшқын көрінді, бірақ қатал жүзі көңілді түр жасауға мүмкіндік бермегендей. Жоқ, сэр, деп күле жауап берді Полианна. Сіз тіпті де әйелдер көмегіндегілерге ұқсамайсыз. Бірақ олардан жаман емес, жақсысыз, деп сыпайы қосты. Иә, сізді көргеннен бері өте жақсы адам екеніңізге күмәнданғанда жоқпын. Бейтаныс танысы тағы да бір ауыр күрсінді. Бұл бұрын шығармаған ең күрделі дыбыс еді. Иә, деп басқа сөз айтпастан кете берді. Келесі кездескенде оның бейтаныс танысы әзілқой жүзбен Полианнаға алғыс білдірді және оның бұрынғыға қарағанда сымбатты болып кеткенін байқаған Полианна қуанып қалды. Қайырлы күн, деп салқын сәлемдесті ол. Саған бірден ескертуім қажет шығар. Бүгін күннің жарқырап тұрған айтпасаң да білемін. Мұны маған айтпасаңыз да болады, деп жауап берді Полианна. Сізге бір қарағаннан ақ ол туралы білетініңізді байқадым. Сен байқадың ба? Иә, сэр, оны сіздің көзіңізден және күлімсіреген жүзіңізден байқадым. Бейтаныс танысы жай ғана мысқылдап әрі қарай өте берді. Сол кезден бастап ол Полианнамен жиі әңгімелесіп тұрды. Тіпті арасында әңгімені өзі де бастайтын. Алайда олардың әңгімелері сәлемдесуден әрі аспайтын. Бірақ осының өзі Нэнсиді таңғалдыруға жеткілікті еді. Бір жолы көшеде Полианнамен келе жатқанда, бейтаныс таныстың қызбен сәлемдескенін көріп, таң қалғаннан аузы ашылып қалған. Кішкентай бау-бақшасы бар үйім, деді Нэнси таңғалғанда айтатын сөзіне басып, көңілдене. Менің көзіме елестеді ме, әлде ол шынында сенімен сөйлесті ме? Әрине сөйлесті. Ол енді менімен әрдайым сөйлеседі, деп жымиып жауап берді Полианна. Әрдайым дейсің бе? Мынаны қара. Сен ең болмаса оның кім екенін білесің бе? Полианна басын шайқады. Ол өзін таныстыруды ұмытып кеткен сияқты, деп ойланып қалды. Білесің бе, мен оған атымды айттым, ал ол маған есімін айтпады. Қанша жыл болды, ол өзіне қажет болмаса ешкіммен сөйлеспейтін еді ғой. Бұл Джон Пендлтон. Ол байғұс сияқты. Пендлтон төбешігіндегі үлкен үйде жалғыз тұрады.
Үйінде үй қызметшісі жоқ, сондықтан қонақ үйге күніне 3 рет барады. Ол жерде оған әрқашан Салли Майер қызмет көрсетеді. Қызмет көрсетушінің айтуынша, ол тіпті тамаққа тапсырыс жасағанда да ернін әрең жыбырлатады екен. Ал кей уақытта қызмет көрсетуші оған не керек екенін өзі шамалайды. Қызмет көрсетушінің айтуынша, ол арзанырақ тамақтарды қалайды. Полианна түсінгендей болып басын изеді. Мен оны түсінемін. Кейде адамға әрқашан арзанырақ нәрсе алуға тура келеді. Әкем екеуміз арзан асханадан жиі тамақтанатынбыз. Бұршақ пен балық тефтеліне тапсырыс беріп, бұл тамақты жақсы көретінімізге қуанатынбыз. Қуырылған күрке тауық етіне қарауға қорқатынбыз. Оның бір бөлігі 600 цент тұратын. Мистер Пендлтон да бұршақты жақсы көре ме екен? Бұршақты жақсы көре ме? Деді ашумен Нэнси. Нені жақсы көрсе де оған бәрібір емес пе? Оны шынымен кедей деп ойлайсың ба? Мисс Полианна, көзіңді ашып қара. Оған әкесінен мұраға көп ақша қалған. Біздің қаламызда Джон Пендлтоннан асқан бай адам жоқ. Егер өзі қаласа, күнде таңғы, түскі және кешкі асқа $1 тамақ жасатып жереді. Полианна мырс етіп, мәс саған, Нэнси, елестетіп көрші. Мистер Пендлтон үстел басына отырып $1 шайнай бастайды, деді де шек сілесі қатып күле бастады. Сен түк түсінген жоқсың, деді Нэнси заланып. Менің айтайын дегенім, ол бай адам және өзіне керектің бәрін сатып ала алады. Бірақ ол ақшасынан шашау шығармай жинап жүр. Деп таңырқады Полианна. Оны неге олай істейтінін білемін. Ол ақшаны пұтқа табынушылар үшін жинап жүр. Қандай жақсы адам. Түсінесің бе, ол өзіне керек нәрселердің бәрінен бас тартып, біздің нанымымызды жабайыларға жеткізуді мақсат етеді. Нэнси мелшиіп тұрып қалды да қызға қарады. Мистер Пендлтонның өз ісіне жан-тәнімен берілгендігі туралы әзілдегісі келген еді, бірақ Полианнаның көңілшек жүзін көріп, ештеңе айтпауға бекінді. Біраздан кейін үзілген әңгімені қайта жалғауға асықты. Оның сенімен сөйлескені таңғаларлық жайт. Ол ешкіммен сөйлеспейді, ешкіммен. Бір шаруа үшін қажет болмаса, ешқашан ешкіммен сөйлеспейтін. Түсінбеймін, жалғыз өзі алтынмен апталып күміспен күптелген жиһазға толы зәулім сарайда тұрады. Мен әрине үйін көрген емеспін, бірақ адамдар солай айтады. Ол туралы үйі де тамаша, ондағы заттары да керемет дейді. Біреулер Пендлтонды есі ауысқан десе, екіншілері жауыз, ал үшіншілері шкафта адам қаңқасын тығып ұстайды деседі. О, Нэнси, деді Полианна әрі жеркеніп, әрі зәресі ұшып. Ол шынымен де шкафында сондай жан түршігерлік нәрселерді ұстай ма? Мен оның орнында болсам, мұндай заттардан баяғыда құтылар едім. Нэнси күліп жіберді. Ол Полианнаның осындай танымал мәтелді білмейтініне таң қалды. Бірақ оның қаңқа деген сөзді тура мағынасында қабылдағанын түсініп, белгісіз себеппен сол ойынан айнытқысы да келмеді. Көпшіліктің ойынша ол түсініксіз өмір сүреді, деп жалғастырды. Ол жиі саяхаттайды және барған жерлерінің бәрі пұтқа табынушы елдер екен. Бірде Египетке, бірде Азияға, ал бірде тіпті Сахараға саяхат жасаған. Айттым ғой саған, ол шынымен де дін таратушы, деп өзінікін қайталай берді Полианна. Нэнси өтірік күлімсіреді. Мен олай айтпас едім, Полианна. Ол саяхаттан оралған соң кітап жазады. Көпшіліктің айтуынша, кітаптары да түсініксіз. Алыс аймақтарда тапқан заттары туралы да жазады дейді. Ақшасын осы жақта жұмсауына не кедергі? Оны өзінен де үнемдейді. Мұнда ақшаны неге жаратпайтынын түсінемін, деп сенімді жауап берді Полианна. Сізге айттым ғой, ол ақшаны пұтқа табынушылар үшін жинайды. Білесіз бе, оның мінезі қызық және басқаларға ұқсамайды. Миссис Сноу сияқты десем де болады, бірақ миссис Сноуға да ұқсамайды. Шынымен де ұқсамайды, деп мырс етті Нэнси. Сондықтан да оның менімен сөйлесіп жүргеніне қуаныштымын, деп Полианна масайрап демін алды.